Сәлем құрметті менің солақай тоқымашыларым. Бүгін мен сіздерге мынадай митингке тоқуды көрсететін боламын. Міне. Ол үшін бізге әдеттегідей жіп, крючок, қайшы және сантиметр қажет болады. Сантиметр ол біздің қолымыздың ұзындығын өлшеу үшін керек болады. Сол ұзындыққа қарай біз петельке алып, ілмек алып, соған қарай тоқитын боламыз. Негізі менің мына немді ұзындығы мінекей. Осылай бірінші ұзындығы, қолдың ұзындығын алып аламыз. 19 сантиметр. Соған қарай петель жаңағыдай ілмек ілеміз. Енді қазір мен сіздерге осы ұзорды көрсету үшін болғандықтан мен сіздерге 15 сантиметрге алып көрсететін боламын. 15 или 10 сантиметр. Қазір мына жібімнің ұзындығына қарай көреміз. Және сіздерге айта кететін бір лайфхак. Мен бірінші ілмектерді алып тоқыған кезде жіпті осылай екі қабат қылып алып бастаймын. Өйткені бір қабат қылып алып ілсеңіз, ол біздің сантиметрімізбен өлшеп алғандағыдан кейін ол қысқарып қалады. Өйткені бір қабат болғандықтан мен өзіме солай қысқарып қалады. Сол үшін мен осылай екі қабат қылып аламын жіпті. Қазір мен сіздерге 10 сантиметрге 10 или 15 осы жіптің ұзындығымен көреміз. Мен сіздерге тек мына ұзордың түрін қалай тоқылатынын көрсеткім келіп отыр. Және сіздерге ескерте кететін зат, жіптің жуандығына қарай крючокты да өзгертіп отырасыздар. Мысалы үшін мен қазір мына жібім жуан болғандықтан мен міне 3 миллиметрлік крючокпен тоқып отырмын. Менде бұл міне қазір 12 сантиметр болды. Енді ары қарай тағы да енді бір қабатпен тоқимыз. Екі ілмек іліп аламыз. Жіпті ораймыз крючокқа. Енді сол екі ілмектен басында бірінші ілмек, екі қабаттап алынған бірінші ілмектен бастаймыз. Соңғы ілмектен бастаймыз міне. Іліп аласыз, ешқандай да қайта жіп орамай, соны бастаған жібімізден өткізіп аламыз міне. Келесі міне, тағы да жіпті ораймыз. Келесі ілмектің кіргізіп, мына жіпті іліп алып, сол неден өткізіп аламыз мінекей. Тура осылай соңына дейін аяқтайсыздар. Ұзор өте қарапайым және әдемі болып шығады. Кәдімгі спицамен тоқыған ұзор сияқты болып шығады. Міне. Осылай тоқи бересіздер. Мінекей. Жібім дұрыс шықпай қалып отыр. Осылай қатарымызды аяқтаймыз міне. Жіпті іліп аласыз. Екінші жіпті іліп алып, мінекей, ешқандай бос жіп ілмей өткізіп аласыз. Жіпті крючокқа ілесіз, мына ілмектен кіргізіп алып, жіпті іліп алып, олай өткізіп шығасыз. 3 жіптен бірден іліп аламыз міне. 3 жіп, осы бірінші жіпті қайтып өткізіп шығасыз. Міне. 3 жіп, жіп орамайсыз, өткізіп аласыз. Не?
міне қатардың соңына келдік. Мінекей. Енді жіпті 2 ілмек іліп аламыз. Екінші қатарды тоқу үшін 2 ілмектен кейінгі мына бірінші ілмектен бастаймыз. Қалай бастаймыз бұл жерде? Екеуінен бірдей кіргізбейміз. Міне екеуінің ортасынан өткізіп кіргіземіз. Мінекей. 2 ілмектің ортасына міне кіргізіп жіпті өткізіп аламыз. Міне өте қарапайым, әрі әдемі шығады узорыңыз. Егер спесимен тоқитын болсаңыздар, тура сол спеспен тоқитын өрнекке келетін узор. Бұны негізі английский резинка деп те айтады. Бұны митингеден басқа шапкілерге, қалпақтар тоқығанға да қолдануға болады бұл узорды. Не? Осылай тоқи бересіздер. Не? 2 ілмек іліп аласыз. Міне 2 ілмекке тиіспейміз, 3-ші ілмектен бастап тоқимыз. Міне мына жақтан кіргізбейміз, мына ортасынан өткізіп, жіпті іліп алып, былай шығарамыз. Осылай өзіңіздің қалаған неңізде тоқып аласыз. Не осындай керемет узор шығады, қараңыздар. Егер сіз митингке тоқып, осылай қолыңызға өлшеп тоқып аласыз, айналдырып, соңында мына жерден біріктіресіз 2 жағын. Осы жерден саусақтың орнын қалдырып, 2 жағын біріктіріп тігіп тастайсыз. Тіккенде де осы күртшекпен іліп алып тіксеңіз болады. Мінекей, айналдырып осы көлемді тоқып алғаннан кейін басынан или аяқ жағынан біріктіріп келіп, мына саусақтың орнын қалдырып, ары қарай біріктіріп тастайсыз. Осындай әдемі митингке шығады. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.